Ала жөнөбүз или кылай? Bir nemeçilik Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Жаңа алдында сторис салдым. Тоқын деген қарындасымыз ауыр дертке шалынып қапты. Енді бұл Алланың сынағы ғой енді. Бірақ не дегенмен қарындасымызға көмек керек болып жатыр, қаржылай. Осы қасиетті Рамазан айында сауапты іс жасап достар, көмектесіп қалайық. Кез келген сумма 100 теңге, 500 теңге, 1000 теңге, 5000 теңге енді жағдайыңызға қарай көмектессеңіздер болады. Әр жерген суммаңыз ол кәдімгідей көмек. Сосын ол Алладан міндетті түрде қайтатын болады достар. Қазір мен төмен жақта реквизит барлығын қалдырып кетемін. Егер көмектесем десеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Сіздерге Алла разы болсын. Енді біз сұхбат бермейміз деп айтып жатырмыз, бірақ енді өздері қоймай бізді сұхбатқа шақырып отыр. Осы кісілер міне. Бұлай да ала берсеңіздер болатын еді, негізі бұлай дайындық керек емес еді. Шай сұрасаңыздар да айтатын еді. Ладно енді. Нақты енді қоймай жатыр, енді бізге сұхбат беріңіздерші деп қоймай жатыр. Береміз, ойымдамаңыздар, кішкене тыныштық сақтаңыздар, барлық проблема шешіледі қазір. Тыныш, тыныш. Мүшкіл ақтырмай тұратын айылдың. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мінекей Алматы қаласы Алмалы ауданының жаңа депутат болып сайланды деп жатырмын. Ойнап айтамын бізде. Ұштан ба не? Бізде ойнап айтамын, бізде қосылай жобасында сенбі күні жігіттердің сайысы болады. Қалған 6 жігіт сайысқа түсін деп жатырмыз. Бізге білесіздер, миллион теңге тігіліп жатыр. Миллионды ұтып алуға байланысты сайысқа дайындық болып жатыр. Бізде қазір пресс-конференция және осы сенбіде кімнің жеңімпаз болатынын финалға өтетінін білетін боласыздар. Мен енді өзім ойлап отырмын, ең мықтысы жеңеді, ол мен деп отырмын. Жалпы сіздің дайындығыңыз қалай сенбіге? Дайындық жақсы, бұйырса сенбі күні барлықтарыңызды эфирде күтеміз. Егер де сіз миллион ұтқан болсаңыз, оны не істейсіз? Миллионды ұтсам, бірінші осы жерде жігіт қыздарды жинап бір отырыс жасайтын шығармын. Донерға апарасыз ба? Донерге ма, ресторан. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Так, бүгін менде свежак, қанды жұмыс бастаймыз, қазір клиент келеді. Кеше мен рабочий киімді түсіріп жіберсем, біреу жазып жіберді, қайыршы депші. Енді білмеймін, кім қайыршы, для меня все нормально. Просто өмір болғаннан кейін, жұмыс болғаннан кейін ондай моменттер болады, оны көрсетуден, түсіруден мен қашпаймын. Так что қайыршы деп қатты кетпеңіздер. Альхамдулилля, миллионерміз ғой.